Сәлем достар, сіздермен бірге Д-блогер арнасы. Бүгін біз сіздермен Foodcraft 19 дейтін ойынды ойнайтын боламыз. Жаңағы келеңсіздіктер үшін кешірім сұраймын. Жаңа кішігірім өзім дұрыс болмай кетті, сосын жаңадан бастауыма тура келді. Міне біз әдеттегідей видео қарап, осы фри спешл пакты ашамыз. Видео сайын ашамыз. Бірақ сол қара көкедей енді. Негізі осы ойынды ойнап көрмедім, сонда да бірақ адамдарды қызықтырады екен. Бірақ мен осындай ойындарды ойнағанға жыным келеді. Өзім осындай Foodcraft сияқты көп ондай ойындарға қызыға бермеймін. Ал міне спешл пак икона түсі екен. Икона емес, бұл чемпионский лига карта. Боруссия Дортмунд, Пулишич алдыңыз неде болған еді. Ал бүгін біз сіздермен енді біз бүгін Реал Мадрид пен Барселона командаларының карточкаларынан Foodcraft құраймыз. Алдындағы Foodcraft жақсы болды деп ойлаймын. Егер осындайлар ұнаса, мен шығарып тұрамын. Және осындай ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға подписация етіп кетуіңізді ұмытпаңыз. Подписация етіп, лайк қойсаңыздар, комментарий жазсаңыздар, сіздерге жақсы қаралым тілеймін. Ал көрейік, бұда енді мынаны таңдап көрейік енді. Ішінде енді бізден керегі тісігіміз үшін парахон ала берейік. Бәрі жинап атқанымыз Ла Лига, Месси. Бізге де керек осы еді. Месси болмаса енді елестету мүмкін емес. Суарес. Екеуі керемет Реалдың ойыншылары да болады қазір. Каутиньо. Керемет драфт болайын деп тұр бұл бізге. Дани Лопес дейтін ойыншыны таңдайық. Лигасы үшін испан, сондықтан таңдай берейік. Бір лигадан болса негізі жақсы. Міне керемет. Бір жерге жиналып жатыр кәдімгідей Эскудеро. Бірақ бізге неге жоқсыңдар? Мен негізі Марсело дейтіндер ойыншыларды күткен едім, бірақ ол жинала қоймады. Жақсы. Бірақ Ла Лига состав құралуда. Міне Кико Касильяны алайық. Енді қайта Реал Барсының ойыншылары болғанша бірлет Реалдың ойыншыларын да қарастырып көрейік. Міне Роберто Карлоста Фердинандты алмаймын, Пикені аламын. Себебі бізде аз. Міне комплект жасағанымыз үшін міне осындай пактар берді. Осы ойын сонымен де қызық. Сыва Гименес'нан қоя бейш бәрі. Оның алмастыратын еш жоқ. Енді қайда қосамыз? Мына жерде бір қайда кетіп қалды? Рогер дейді, маған керек емес Рогер. Барселона қайда мына? Өзіміздің ойыншылар қайда? Казимиролар болатын еді. Жақсы. Родригоны ала берейік. Муриел дейді. Начо Фернандес. Керемет келседі. Сыйқыңыз не керек бізге? Бір составтан енді керек бізге. Бұл жолы енді Дэвис дейтін ала берейік. Составымызды қарап көрейік. Эрваға адам жоқ па енді? Қымынан қойсан қайта рейтинг көтеріледі. Жақсы ол. Не қойсан кесінші рейтинг түсетін. Роверді қоймау жүреді. Осы самдар бар бірақ. Эрнандес қойайын ба? Эрнандес қойсаң несі түсіп кетеді.
сымыға орталық шықтық, енді ешкім жоқ екен. Жақсы, бізде осымен бір драфтта 6 ойыншысын қарастырып көрдік. Бірақ осы драфтпен ойнап көреміз. Шабуыл мықты Месси, Суарес, защитаға енді білмеймін, 93, 83. Бәрінен бұның ең мықтысы ол шабуыл болып тұр. Бірақ көп гол соғады деген ойлаймын біздің шабуылымыз. Жеңіске жетсе екен, болмады. Біз қайттан создавать етуге тура келеді өзіміздің составты. Көріп тастайық. Жақсы. Жаңадан бастайық. Facebook дейтіндер керек емес. 4-3-3 керемет. Ла Лига Пике. Бірден керемет. Месси, Суарес бірден. Керемет Месси. Ла Лигадан көкен аламыз енді. Амалы жоқ. Бейл керемет. Бейлді аламыз. Бейлдің керемет картасы. Бундеслига вообще кереміз. Біз негізі мына жерден Ла Лига құрап атсақ болар. Керемет. Эрво Карвахаль. Ла Лига Вермален. Керемет Вермален. Осымен бір составтың өзінде жақсы игроктарды өзімізге алып алдық. Воротаға Силистің тұрады. Мына жерге енді Наката емес, Десайлиді кіргізетін жанымыз енді. Десайлиді кіргізейік. Тұра берсін Десайли. Бізде өзгерту керек енді. Өзгерту керек мына составтан біріншісін өзгерту керек. Міне. Начо Фернандесті мынаның орнына қоя берейік. Ештеңе болмайды одан. Филиппо Луис дейді. Иско. Осы келісіп тұрған еді Исконы. Реуске жақсы болды. Сыдыма дейтіндерді алмастыру керек. Парихон меқта 8 үшін қоямыз. Бізге міне тағы 186 құраған үшін берді. Элві бар ма? Элві орасақ енді жақсы болатын еді. Элві де болмады. Элві алған жақсы болатын еді. Жоқ, Элві жоқ әзірге. Элвіден енді жоқ екен сірәді. Бірақ жақсы игроктар болды. Міне Каутиньо. Каутиньоны Элвіға қоямыз. Керемет. Соңғы кездерде құрап кеттік. Голкипер Куртуаны қояқшы Силистің орнына. Екеуін қойсақ мынаған, бірақ екеу рейтинг үшін жақсы болады. Куртуа. Ал мына жерде енді Марезді ала берейік. Составқа Силистің дауыстап қойық. Бірақ шықпайды бәрібір. Бізде осы составта бізде 4, 5, 6, 7, 8 ойыншыны құрадық. Бірақ біз бұлай қарап отырсақ, ол ойыншыларды основной составқа шығардық. Вермален шығардық. Демек 9 ойыншы болды. Десайли мен мынаны бүйтіп қойсақ рейтинг түсіп кетеді. Мына жерде тағы түсіп кетеді. Бірақ Силистің тұра берсін сол жерде. Бірақ біз 9 ойыншыны құрадық. Бұл да жақсы деп ойлаймын. Енді жеңіске жетсек бұдан да жақсы болады. Защита бәрі нормада тұр. 88, 84. 10 ойыншы неден болса біреу ғана сол. Ла Лигадан болса біреу ғана Кумир, Бейл, керемет. Парехо, Десайли. Керемет Десайли керемет соқты. Ал жақсы
Бешикташқа қарсы Кагава соқты. Иско, керемет Иско. Вида, өтініш соқсаңдаршы командам-ау. Жақсы, сіздермен бірге ұтылсақ та осындай состав шығардық. Мен оған да көңілім толады. Мана берген пактардан ашып көрейік міне. Ең бірінші міне. Мен бір ойыншы берді. Бұндай ойыншылар керек емес. Бұндай ойыншылар маған ұнамайды. Хуан Мата. Писи. Енді мықты пак. Алкорига. Жоқ, бермеді. Иммобиле шықты. Фабианский тек қана. Жақсы. Мына пактан біреуін ашып көрейік. Қандай ештеңе шықпады. Соңында осы пактан ашайық. Пепе. Бұл кетіп тұрмайтын ойыншылар. Жақсы. Бұл жерлерден көп ойыншыларды қорғадық. Көп пактар аштық. Клубта сірә ештеңе өзгерген жоқ. Қалай болса солай. Бұрынғыша. Мынау не екен? Құрау керек. Ал жақсы достар, сіздермен бірге болған блогер арнасы. Осы видеоның астында кем дегенде 5 лайк жиналса, келесі видеоны түсіретін боламын. Ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау